отырар қалаларында неше жөнінде билдиресиздер сотта. Андан кейін алтын орда ыдырай бастады. Осыны пайдаланған ыдысқа Ақ Орданың билігін өз қолына алып, оны нығайта бастады. 1368 берген тапсырма бойынша Ақ Орданың саяси күштерін дұрыс көрсетті және Арабта саяси билік өзіне дейінгі монархиялық жүйе болды, яғни хандыққа билік болды. Хандыққа тек төрелерді сұлтандарға қалдырды. Төренің ұрпақтары ғана өтеді. Алас шу және келісім қағидаларында болған. Басқару жүйесі оларда хандық болған. Яғни маймындар және де көк керейдер және басқалар болған. Шаруашылығымен негізінде диқаншылыққа айналысқан және де көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Яғни Қазақстанның алып келді. 1970 жылдары олар Сырдария маңындағы қалада жаулап алды. жылдық менің ойымша қазақ хандығы мен Ақ Орданың этникалық құрамы мен территориясы дұрыс анықталды және қазақ хандығы Ақ Орда қазақ хандығына тікелей дәлелді өзінің атын әле, сол кейін соқтырды. Тарихи кезеңдерін түсіндік, қандай бір-біріне байланысын анықтай алдық па? Басқалар сөйлемеңіз. Мемлекеттік қалыптасуына Ақ Орданың маңызы зор болды. Мен мәдениетін айтқанмен келісемін. Яғни түркі халқының баса бөлігі қазақ мемлекетінің құрылу тарихында маңызы зор болды. Өте жақсы. Галереяға саяхат қызықты болды. Жақсы. Тағы басқамыз. Өзінің сауат қызықты болғаннан кейін бәрі түсінікті болды. Өзіне толық мағлұмат алды. Түсіндіңіз, иә? Тағы да басқаларымыз. Ақ Орданың саяси жағдайын түсіндім, бірақ та толығырақ мәлімет алу керек. Тағы да толық мәлімет алуымыз керек. Бәріне бес қойыз. Өте жақсы жұмыс істеді. Әрбір қатысушы жақсы қатысып отыр. Мен бәріне беске бағып қоямын. Бәріне бес қойыз ба? Иә.